тез дайын болатын, құрамада көп емес, жеңіл салат дайындайтын боламыз осындай. Бізге керек шұжық, және шұжығымызды осылай ұзынша етіп, солонка етіп тураймыз. Жұмыртқаның сарысы мен ақ уызын бөлек алып турайтын боламыз. Себебі бірге турайтын болсақ, біздің сары уызымыз езіліп кететін болады. Сондықтан осылай бөлек-бөлек солонка етіп турайтын боламыз. Және тұздалған қиярымызды тураймыз. Солонка етіп. Соңында кукурузымызды қосып, шым-шым тұз қосып араластырып, соңында майонез қосып, біркелкі етіп араластырамыз. Мен тұз қосқан жоқпын, себебі менде тұздалған қиярдың тұзы өткірлеу еді. Осымен біздің тез дайын болатын салатымыз дайын. Келесіде қандай салат көргіңіз келеді, комментарияға жаза кетіңіз. Осымен біздің салатымыз дайын. Сіздермен болған Айдана.